Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамның түрі асқабақ. Яғни асқабақты қайнатылған түрін көрсететін боламын. Асқабақ деген өте керемет пайдалы тағам. Бұның пайдасы өте көп, зор. Бұның дәні де, асқабақтың өзі де көптеген ауруларға да пайдалы емі бар. Сондықтан мен бүгін асқабақтың қайнатылған түрін көрсетейін деп тұрмын. Қазір жасалу жолын бәрін көрсетемін. Асқабағымды жақсылап жуып алдым, 3-4 қайтара. Қазір бөліктерге бөлетін боламын. Неке жуып жақсылап, сыртымен тұрғанда жақсылап жуып алған асқабағымызды осылай бөліктерге бөліп алдым. Мен сыртымен қайнататын боламын. Неке өйстіп, мына ішіндегі шырышты қабатын осылай алып тазалайтын боласыздар. Осылай алып тазалап аламыз. Мына дәннің өзі пайдалы, бұның дәнінің өзі, міне дәнегінің өзін жақсылай мына шырышты қабатынан бүйтіп тазалап алатын боламыз. Сөйтіп осыны бір апта кептіріп қойсаңыздар, қуырып жесеңіздер, кәдімгі шымшқының орнын алмастыра аласыздар. Ал егер де қуырмай осылай кепкен күйінше пайдаланып шағып жейтін болсаңыздар, ол өте емдік қасиеті жоғары, медицинада да пайдаланады, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Мынаны енді қазір асқабақты көптеген ауруларға ем болғандықтан жақсы пайдаланады. Бұдан көптеген тамақтар жасауға болады. Мантыға қосасыз, етпен қорасыз, картошкамен қорасыз, қазір пирогта, вареньеде жасап жүр. Көптеген тағамдар жасалады. Жүрекке, бүйрекке, бауырға жақсы ем. Әсіресе асқазанға өте жеңіл тағам. Қайнатып жеген түрі асқазанға өте жағымды, пайдалы, тойымды тағам және майсыз, жеңіл. Қазір мен бұны қазанға салып қайнататын болам. Тұз салып қайнатамыз, соны көрсететін боламын. Неке қазанымызға осындай ғана кішкене ғана су құйып алдық. Енді бағана асқабағымды сыртын жармай тұрғанда да 3-4 рет жуып алған болатын. Тағы да міне мұздай суға жуып аламыз да осылайынан қабығымен қайнататын боламыз. Қабығымен бөлген күйінше осылай саламыз. Қайнау барысында ана су көтеріліп, барлығына жететін болады осы суымыз. Осылай дұрыс салып жібересіздер. Барлығын толық салып, бір 30-40 минут қайнатып қоямыз. Қайнап піскеннен кейін піскен түрін көрсетемін. Неке достар, асқабағымыз да пісіп шықты, дайын. Енді менікі шамал көбірек қайнап кетіпті. Негізі осылай жақсы әдем болып пісіп шығады. Қабығымен қайнатқан дұрыс. Витаминнің барлығы өзінде болады. Бұл асқазан ауыратын, майлы тағам жақпайтын адамдарға өте пайдалы және тойымды тағам, өте жеңіл. Асқабақтың көптеген ауруларға емі бар. Күнде кәдімгідей макаронмен ет тамақты күнделікті жегендей, бұл асқабақты да осындай күнделікті мәзірімізге қосып, осылай жеп тұруымыз керек. Бір күн, 2 күн жей салып, кәне бұның пайдасы демей. Мысалға, күнде жемесеңіздер де, бір айда, аптасына 1 рет жеп, бір айда 4 рет жесеңіздер, солай жылына үзбей жеп тұрсаңыздар болады. Күзге қарай асқабақтың сезоны ғой. Күзге қарай жиналған уақытында бір 5-6-10 шақтысын сатып алып қойсаңыздар, қысқа сақтауға ыңғайлы. Біреуін бірнеше тамаққа қосып жеуге болады, бөліп. Мына әсіресе осындай қайнаған түрі өте пайдалы. Бұның дәнінің де пайдасы зор. Медицинада пайдаланады. Енді осындай біздің видеомыз ұнаса, осылай жасап жеп көріңіздер сіздерде. Видео ұнаса сіздерге достар,
лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.